Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз кешкі асқа сиыр етінен көкөніс қосылған тағам жасап береміз. Ал достар, бүгінгі біздің кешкі асымыздың ең басты ингредиенті дейміз ғой, орысша айтқанда. Жас малдың, сиырдың етінен жасаймыз. Бұл жерде қабырғасы да бар, және еті де бар. Осыны біз қатты майда қылып емес, үлкен-үлкен кусоктармен турап аламыз. Мінекей достар, бүгінгі біздің кешкі асымызға сиыр етінен бұқтырылған көкөністер деп аталады. Ол үшін бізге қажет көкөністер. Ең басты сиыр етіміз қабырғасымен бірге картопымыз керек, 2 сәбіз, 2 жуа, болгар переціміз, баклажан, помидорымыз, қызанақтарымыз және көкөністер қажет. Ең бірінші етімізді жақсылап жуып аламыз. Осы жуып алған етімізді қазанға салып, ысып тұрған қазанға саламыз. Мінекей достар, ең бірінші етабымыз бізде еттен басталды. Етімізді жай отта 1 сағат бұқтырамыз. Тұзын, қара бұрышын салып, қақпағын жауып, 1 сағат жай отта бұқтырамыз. Достар, біздің етіміз әлі бұқтырылып жатыр. Біз ол үшін енді қазір еттен кейінгі салынатын жуамыз қажет. Сол үшін жуамызды турап аламыз. Енді сәбізімізді турап аламыз. Мінекей достар, сәбізімізді осылай полукөл салып турап аламыз. Мінекей достар, біздің етіміз бұқтырылып пісіп жатыр. 1 сағат шамасында болды. Жуамызды салдық. Келесі етабымыз морковкамызды саламыз. Барлық көкөністерді очередьпен салып отырамыз. Осы бұқтырылып жатқан етімізге чесногымызды да салып береміз. Қазанның қақпағын жауып, бұқтырыла берсін, бұқтырамыз қарай. Енді келесі етабымыз картопымызды мынандай кусокта турап алайық. Бәрін осындай мөлшерде турап аламыз. Чесногымыз бен жуамызды бұқтырып алдық. Енді келесі сәбізімізді саламыз. Сәбізімізді салып, тағы да 10 минуттай бұқтырамыз. Келесі бізде болгар перецін турап аламыз. Бұны үлкен кусокпен турап алсақ болады.
мінекей болгар перецімізді турап алдық. Біз уақытты көп созбай-ақ барлық көкөністерімізді турап алайық. Міне болгар перецімізді осы мөлшерде осындай қылып турап аламыз. Келесі баклажанымызды турап аламыз. Екіге бөліп, ортасынан тағы да бір бөліп алсаңыздар болады. Осыны мынандай кусоктермен турап аламыз. Мінекей баклажанымызды турап аяқталып қалды. Қызанақтарымызды осындай барлығын турап аламыз. Келесі бізде көкөніс, зелень. Майдалап, бұларды майдалап турап аламыз. Осылай ыдысымызға салып қоямыз бәрін. Ал біздің келесі этап енді баклажанымызды салып қоямыз. Тағы қақпағын жауып туршылтамыз. Мінекей баклажанымызды салып алып, үстіне кішкене тұз салсаңыздар болады. Тұз салып, тағы да бір 10 минутқа бұқтырып қоямыз. Ал достар, мені бұқтырып 10 минуттай бұқтырып алдық. Баклажан, морковьімізді, сәбізімізді, лукымызды салып, келесі этап біз картошкамызды саламыз. Картошкамызды салып, енді осының бетіне қара бұрышымызды саламыз. Иісі деген енді айтып жеткізу мүмкін емес, керемет болып тұр. Осыны бір араластырып аламыз дағы. Тағы да бір 15-20 минутқа бұқтырып қоямыз. Астындағы оттығы жай болу керек, қатты шығармаңыздар. Жай оттықта пісіреміз. Міне енді 20 минутқа тағы да қойып қоямыз. Мінекей достар, біздің тамағымыз дайын болуына 2 минут, максимум 5 минут уақыт қалды. Келесі бізде ең соңғы этабымыз көкөністі жаңағы болгар перецін саламыз, помидорымызды саламыз және зеленімізді саламыз. Помидорымызды бетіне саламыз. Осы жағдайда енді 5 минут бастырып, Мінекей достар, перецімізді, помидорымызды бәрін салып осында араластырып алайық. Тамағымыздың пісуіне 2 минут уақыт. Кішкене астын жағына түсіру керек.